Құрметті оқырман, мен сіздерге Жүсіп Зылиха отбасы хрестоматиясының жалғасын оқып бермекшімін, яғни Зылиханың дерті. Меңіреу пұтқа қарап Зылиханың зығырданы қайнады. Ызадан қалшылдап зілдей болған балғаны алды да пұтты қиратып тастады. Сол заматта оның кеудесіндегі қараңғылық пердесі жыртылып, көзінен ыстық жас бұрқ ете қалды. Иманның сәулесі кеудесіне құйылып, көкірегі кеңіп сала берді. Осылайша санасы жарықтанып, бір Аллаға иман келтірді. Жүсіптен естіген Алланың көркем есімдерін есіне алып, Құдайды зікір етті. 18 мың ғаламның жаратушысы, осы уақытқа дейін надандықпен, білместікпен бұлғау меңіреу пұтқа бас ұрып ақымақ болыппын. Маңдайдағы көз емес, без екен, нағыз көз жүректің көзі екен. Мен бейбақтың тілегін қабыл қыл, Жүсіппен дидарласуды нәсіп ет деп жан-тәнімен жалбаранды. Мейірімді Тәңірі Тағала оның тілегін қабыл алды. Бір күні Жүсіп нөкерлерімен аңға шықты. Зылиха жұртпен бірге оның жолын тосып отырды. Әскерлер лек-легімен өтіп жатты. Көзі көр болса да, Жүсіптің жүрісі Зылихаға мәлім еді. Жүсіп Зылиханың тұсынан енді өте бергенде, «Әй Жүсіп, халіме бір назар сал!» деп айқайлағандай болды. Сырнайлатып, дүбірлетіп, сап түзеп бара жатқан қалың әскердің шуынан Зылиханың дауысы Жүсіп тұрмақ қасындағы кісіге де жетпеді. Сол сәтте Жабірәйіл періште Зылиханың сөзін Жүсіптің құлағына сыбырлады. Жүсіп аттың тізгінін тартып, кілт тоқтады. Әскері де тұра қалды. Жүсіп аттың басын кері бұрып, дауыс шыққан жаққа қарай жүрді. Қараса, кебінін сүйреткен бір кейуана тұр екен. Жүсіп: «Ей кейуана, неге мені шақырдың?» деді. Зылиха: «О сұңқарым сұлтаным, өзіңе құрбан жан-тәнім» деп басы жерге дейін иіліп тағзым етті. Жүсіп: «Сен кімсің? Жөніңді айт» деді таңырқап. Зылиха: «Байлығым тасып, таразыға салып, сені құлдықтан сатып алған Зылихамын. Түтікпенен су беріп, күндікпенен күн беріп, бала қаздай мәпелеп жем берген, бағып қаққан Зылихамын. Алтынмен аптап, күміспен қаптап, саған сарай салдырған Зылихамын. Бір көргеннен сүйіп, ғашық отына күйіп, көз жасын төккен Зылихамын. Дидарыңа тоймай, надандығын қоймай, сені зынданға салдырған Зылихамын» дегенде, Жүсіп оны тани кетті. Оның жаны ашып: «Әй Зылиха, маған қандай арызың бар?» деп сұрады. «Ашаршылық кезінде саған бар дүние мүлкімді де, өзімді де құлдыққа сатып, жан бағып аман қалдым. Кезінде жасаған жақсылығымның ақысына маған бостандық бер» деді. Жұттың кезінде бүкіл Мысыр халқы Жүсіптің басыбайлы құлы болды да, әлі ешкім бостандық алмаған еді. Жүсіп: «Қарызың мен борышыңды кештім, азатсың» деді. Зылиха: «Мұратым бар, айт мұратыңа жеткерейін, маған қамшыңды бер» деді. Жүсіп қапелімде не істерін білмей тұрып қалды. Сосын оған кішкене жақындап, ат үстінде қамшыны созды. Зылиха саусағының ұшын болмашы тигізгені сол еді. Тобылғы сапты бұзау тіс қамшы лап етіп тұтанды да жалындап жана бастады. Қамшысы лезде шоқ болып, артынша күл болып ұшып кетті. Жүсіптің арғымағы тебініп, оқыранып көкке қарғыды. Үркеген тұлпары ауыздықпен алысып әзер тұрды. Жиналған жұрттың зәресі ұшты. Зылиха:
Әй Жүсіп, жүрегімнің түбіндегі ғашықтық шоғын көрдің бе? Оның жалыны әлі басылмаған, жалыны сондай дырау қамшың жанып кетті, ал мен 40 жылдан бері осы отқа күйіп шыдап келемін деді. Ыстық жалын Жүсіптің де қолын шарпыды. Ғашықтық дерті демде Жүсіпке жұқты. Сол-ақ екен, оның жүрегі лүпілдеп басқаша соға бастады. Жүсіп не болғанын түсінбей қипақтап қалды. Сөйтті де аттың басын кері бұрып сарайға қарай шаба жөнелді. Соңынан нөкерлері де ілесе жүрді. Енді сонымен Зылиханың жүрегі тыныш тапты, көңілі басылды. Себебі өзіндегі ғашықтық дертін Жүсіпке ақыры жұқтырған еді. Енді Жүсіп те Зылиханы бір көруге ынтық болды. Оның 40 жыл бойы сезімін өшірмей, өзіне деген адалдығын сақтап қалғанына қайран қалды. Тағаты таң болып Зылихаға кісі жіберді. Ей жүрегімнің жыры, көңілімнің сыры, мойныма таққан тұмарымсың, жалғанда жалғыз райхан жұпарымсың, маған күйеуге шық деді. Зылиха бұл күнде иман дарыған ибалы әйелге айналған еді. Ол иба сақтап 40 күннен кейін кел деп жауап қайырды. Жүсіп үшін бұл 40 күн ғашық отына күйген Зылиханың 40 жылынан да ұзақ болды. Зылиха түнімен Тәңір Тағалаға мінәжат қылды. Уа әлемнің Раббысы, көз нұрымды қайтар, жастық шырайыммен көркімді қайтарып бер, Жүсіптің адал жары болайын деп тіледі. Тәңір Тағала оның тілегін қабыл алды. Сол сәтте Жәбірейіл келді де құдіретті қанатымен Зылиханы сипап өтті. Сол-ақ екен, қос жанары нұрланып, жарық дүниені қайта көрді. Жүзіне қарап еді, бұрынғысынан 100 есе құлпырып кетіпті. Маңдайы қасқиып, мойны қаздиып, көзі мөлдіреп, ерні үлбіреп, ұрып ауызға салғандай жұтынып тұр. Тал бойында бір міні жоқ. Жаңа шығып келе жатқан сүйріктей еді. Дауысы күмістей сыңғырлады. Ақырын сөйлесе, жас ботаның даусындай, қаттырақ сөйлесе, ол дауысқа күміс қоңырау таққандай, көмейінен күңгірлей сыңғырлай шығады. Зылиха күлсе, бүкіл жалғанның бәрі күліп жібергендей, мына жұрт қайда отырғанын ұмытып қалады. Жер бетінде ешбір әйел Зылиханың бір тырнағына да татымады. Басқан ізіне де тұрмады. Ғашық дерті енді Жүсіптің жүрегін өртеді. Зылиханы көрмесе тұра алмайтын халге жетті. Ол Зылихаға ұмтылып еді, ол қаша жөнелді. Жүсіп оның көйлегінің артқы етегінен ұстап алды. Көйлек жыртылып кетті. Сол кезде Зылиха: әй Жүсіп, есіңде ме? Мен де саған құмар болып соңыңнан қуғанда көйлегіңді жыртқан едім. Сен сол кездегі менің халімді енді сезген шығарсың. Сол кезде кеткен есемді енді қайтарып жатырмын деді. Бұл уақытта Мысыр жұрты да тойға дайындалды. Бүкіл көшеге ақ мәрмәр тас төселді. Көшенің екі жиегін гүлзарбақпен көмкерді. Гауһар таспен безендірді. Айнала сүттей жарық болды. Ауылма ауыл аралап, көшемен көше кезіп, үйме үй кіріп, садақа таратты. Тойға деп 10 000 түйе, 100 000 сиыр, 500 000 қой сойылды. 41-ші күні сән салтанатын жасап, Зылиха сұлуды алтын күймемен алып келді. Жәбірейіл періште екеуінің некесін қиды. Жүсіп пен Зылиханың шекесі торсықтай, алтын асықтай ұлмен қырдың қырмызы гүліндей бір қызы өсірді. Ыбырайым зерек, ақылды, Айбике 10 саусағынан өнер тамған пысық қыз боп бой жетті. Құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін.